Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен капкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Бұлардың жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымыздың үстіне ас содасын қосып 5 минутқа қоямыз. Табамызға жұмыртқаларымызды салып, қантымызды біртіндеп қосып, жақсылап миксерлейміз. Массамыз осылай ағарғаннан кейін жаңағы айранымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып, араластырып, ситадан біртіндеп өткізіп, жақсылап миксерлейтін боламыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерский мешокқа салып, басын қиып, капсулалардың ішіне құйып шығамыз. Қатты толтырмаймыз, ортасына дейін құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Капкейктеріміз суығанша крем жасауға кірісеміз. Творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды араластырып, оның үстіне 33% сливкемізді құйып, қою крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Капкейктердің кремін мен осындай насадка арқылы жағып шығамын. Қалташаның ішіне салып, кремімізді құйып, капкейктердің бетіне әдемілеп кремімізді жағамыз. Капкейктердің бетін қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Мен мұнда фисташка жаңғақтарымен әрледім. Міне біздің капкейктеріміз дайын. Дәмі өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Алдадағы қызықты видеолар болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аякөз. Келесі кездескенше.